Көпшілік адамдар ақшаларын үнемдемей өмір сүреді. Болашақта үлкен табыс алып келетін қосымша табыспен де айналыспайды. Көбісі тек қана 35 жастан асқаннан кейін ғана кішкене ойлана бастайды. Яғни тапқан таянғандары жетпей атады, үй алады, машина алады, одан кейін балалары өсе бастайды, балалардың сұранысы көбейе бастайды, кейбір қажеттіліктерін ала алмай да жатады. Одан әрі қарай не болады? Одан әрі қарай біздер денсаулығымызды жоғалтып алуымыз мүмкін, иә? Одан әрі қарай жұмысымызды да жоғалтып алуымыз мүмкін. Бізге қосымша табыс керек. Мына мемлекеттік зейнетақыға өмір сүру қиын. Әрі тартса, бері жетпей атады, бері тартса, әрі жетпей атады. Сондықтан да осы бастан қосымша интернет арқылы мінекей ылғи да мен интернет жайында табысты ұсынып жатам, табыс тауып, қосымша табыс тауып, өзіміздің пенсиямызды өзіміз жасап алғанымыз абзал. Үкіметтің зейнетақысына өмір сүру мүмкін емес. Неге көпшілік адамдар осы өз пенсиясын жасап алуды кеш ойланып жатады екен? Сіздер бұл тақырыпқа қалай қарайсыздар, құрметті көрермен?